ретінде біз жазғы мектепте оқып жатырмыз. Қазір сол жазғы мектепте Қазақстан тарихы бүгін 8-ші сынып бойынша бізде күрделі тақырып болған Қазақстан азаматтық қарсыластық жылдарында. Әне біз осы тақырыпқа өткен болатынбыз. Бүгін біз үлкен бір шолу жасайтын боламыз. Бізде бүгінгі тақырыбымыз Қазақстан азаматтық қарсыластық жылдарында 1917 және 20 жылдар аралығы. Сабағымыздың тақырыбы азамат соғыс жылдарындағы 1918-20 жылдарындағы Қазақстандағы соғыс қимылдары қалай өтті. Сол жағынан жалпы түсінік беріп, сіздерден жауап алатын боламын. Сонымен біздегі бүгінгі сабақ бойынша сұралатын бірінші әдісім былай аталады. Азамат соғысының шығу себептерін сұраққа жауап бере отырып, 6 әдіс арқылы талдайтын боламыз. Сонымен бізде өздеріңіз білетіндей азамат соғысы басталды. Азамат соғысы басталу үшін бізде бірнеше себеп болды. Солаймыз ба? Сонымен бізде себебі ішкі жаулар кім болды? Азамат соғысының басталуында ислам. Ішкі жаулары ақ кімдер? ақ гвардияшылар. Ал енді осы азамат соғысының басталуына әсер еткен сыртқы жау кім болды дейді? Шетел интервент. Өте тамаша отыра ғой. Енді осы азамат соғысының басталуына қозғалысының негізгі күш кімдер? Және негізгі күш кімдер болды дейді? Сібірде құрылған колчак. Өте тамаша. Сібірде құрылған колчак әскері болды. Енді осы айтылған ақ гвардияшылар, шетел интервенттер, колчак әскерлер сол ғой. Енді осының басты мақсаты не болды Саян? Өте тамаша. Кеңес үкіметін құлату. Міне азамат соғысының басталуына негізгі себебі осында болды деді. Енді бізде келесі әдісіміз азамат соғысының негізгі ошақтары. Суреттен кімді көріп тұрмыз біз? Дутовты бастап көріп тұрмыз, иә? Енді сіздерге сұрақ. Азамат соғысының негізгі ошақтары қай қалалар болды? Азамат соғысының басталуына жаңағы әсер еткен күштерді айтып бердіңіздер. Ақ гвардияшылар, шетел интервенттері, колчак әскері дедіңіздер, иә? Енді маған осы Дутов бастаған әскер қай жерде орналасты? Анненков бастаған әскер қай жерде орналасты? Соны картадан көрсетіп кетеміз. Кеттік ерсін бастаймыз. Айта барайыз. Бастап сөйлейміз. Атырау қаласында кім құрды әскерін? Дутов бастаған әскер. Өте тамаша. Ал енді екінші әскери ошақ кім еді құрған? Анненков. Анненков бастаған әскер қай жерде құрылды? Кім картадан көрсетеді дейді? Негізгі ошағы Тоқынай. Қай жерде құрылды Анненков бастаған әскері? солтүстік жетісу аймағы. Солтүстік жетісу аймағы. Өте тамаша. Сонымен азамат соғысының негізгі ошақтары қай қалалар екен? Орынбор, Орал, және Атырау. Бұны кім бастап отыр бұл аймақтағы? Дутов бастаған. Ал енді Анненков бастаған әскерлі аймақ? Солтүстік жетісу майданы. Түсінікті ғой? Жақсы, өте тамаша болды. Енді біздегі келесі әдісіміз азамат соғысы кезіндегі негізгі оқиғалар тізіп шығыңыздаршы тіркестес әдісі бойынша. Я Бексұңқар, қандай оқиғалар болды дейді тұрамыз? Алашорда үкіметі большевиктер кезінде ақ гвардияшылар құрамында болды. Өте тамаша. Өте тамаша. Алашорда үкіметі кімнің құрамында болды? Алашорда үкіметінің басшысы кім болды? Әлихан. Өте тамаша. Тағы қандай оқиға болды? Негізгі оқиғалар. Иә, ислам айта ғой. 1932 жылы 18 жылы. Оралда төңкеріс болды. Оралда төңкеріс басталды. Жақсы, тағы қандай оқиға болды? Кім айтады негізгі оқиғалар? Кім айтады дейді? 1918 жылы семей жақтан жетісуға ақ гвардейцтер жетісуға кіріп кетті. Басып кіріп. Өте тамаша. Өте тамаша. Ал бұл әскерді басқарып тұрған кім? Солтүстіктен жаңа жетісу аймағына басып кіріп тұрған кім? Анненков бастаған әскер. Тағы қандай оқиға бар? Тағы кім айтады негізгі оқиғалар азамат соғысы кезінде кім айтады дейді? Бексұңқар? 1918 жылдың 21 шілдесінде ақ гвардияшылар Сергияпольде өз үстемдігін құрды. Өз үстемдігін құрды. Тағы қандай оқиғалар бар екен? Иә, Кеңес үкіметі солтүстікте майдан шебін құрды. Солтүстікте майдан шебін құрды. Өте тамаша. Өте жақсы. Негізгі оқиғаларды тізіп шықтық.
Енді біздегі келесі оқиғалық тізбегіне көшейік. Келесі тапсырма бізден қандай екен? Сандар желісі деп аталады. Көріп тұрсыздар, иә? Бірнеше сан желісі берілген. Осы азамат соғысы кезінде қандай жылдарда қандай оқиғалар желісі болды дейді. Ал Бексұңқар тоқталады. 1917 жылы бүкіл елде кеңестік большевиктерді басталды. Дұрыс айтасыз. Тағы кім айтамын дейді. Қандай жылдар? Әлімжан айта ғой. 1917 жылы 20 қазанда қарулы төңкеріс болды. Өте тамаша. Тағы қандай оқиға болды? Мына жылдары қандай оқиға болды? 1918 жылы. Қандай оқиғалар болды? Иә? 1918 жылы 4 ақпаннан 7 ақпанға дейін 10 мың тұрғын Өлім жазасына кесілді. Өте тамаша. Тағы кім айтамын дейді. Қандай оқиғалар болды? Кім тоқталады? Тоқтайық. 1918 жылы мамырда шетелдік интервенциясы Шетел интервенциясы Антанта елдерін пайдаланып, Чехословак корпусының бөлігі үлкен әсерін тигізді. Дұрыс айтасыз. Осы азамат соғысына басталуына кім әсер етіп отыр басты? Шетел интервенция. Олар кімге түрткі болып отыр? Чехословак корпусынан бүлік шығаруға түрткі болып. Соның нәтижесінде не басталды Қазақстанда? Азамат соғысы. Түсінікті ме? Тағы қандай оқиға болды? Кім айтады? Ал Ислам айтады. Түркістан АКСР-ның астанасы Ташкент қаласы болды. Ташкент қаласы. Бекітілді өте дұрыс. Сол кезде Түркістан автономиясын берді ғой, бірақ оның орталығы қай қала болды? Ташкент қаласы болды. Кейіннен қай қала өзгертіліп еді? Семей қаласы. Семей қаласы. Өте тамаша. Сонымен тағы бар ма оқиғалар тізбегі? Бар ма? Сандар желісі. Жақсы. Бізде келесі оқиғаға, келесі тапсырмаға өтетін боламыз. Сонымен біраз дүниеге тоқталдық. Азамат соғысының қалай басталғанын, мезгіл күші кімдер екенін, кім әскер бастап шыққанын барлығына тоқталдыңыздар, иә? Енді азамат соғысы не істеледі? Бізде аяқталады. Азамат соғысы Қазақстанда қай жылдарда қандай оқиғамен аяқталды? Мысалы 1919 жылдың тамыз айында. Иә? Солтүстік шығыс Қазақстан аймағында аяқталды. Солтүстік шығыс 1919 жылы тамыз айында аяқталды. не аяқталды? Азамат соғысы аяқталды. 1919 жылдың шілдесінде ғана оқиға отыр еді тоқынай. Орал қаласы азат етілді. Кімнен азат етілді? Ақ Ақ гвардияшылардан азат етілді. Кім оларға басып кіріп жатыр? Қызыл әскер. Қызыл әскер кімнің әскері? Кеңес өкіметінің әскері. Ал жақсы, 1920 жылдың 5 қаңтарында жарай? Атырау қаласы Орал майданы. Өте жақсы. Атырау қаласы Орал майданы жойылды. 1919 жылдың күзінде ғана аяқталды. Қай жерде не аяқталды дейді? 1919 жылдың күзінде. Бексұңқар? Шығыс майданы солтүстік шығыс Қазақстанда азат етілді. Дұрыс Ақ айтасыз. гвардияшылардың Ақ гвардияшылардың азат етілді. 1920 жылдың наурызда ғана өткізілген аяқталды. Солтүстік жетісу майданы жойылды. Солтүстік жетісу майданы жойылды. Сонымен Қазақстанда не аяқталды? Азамат соғысы аяқталды. Сонымен бастаушы күші кім болды? Жоқ, бастаушы күші, негізгі күші кім еді? Басында айттық. Сібірде құрылған Колчак әскері. Сыртқы күш кім болып еді? Шетел интервенция. Мақсаты не болып еді? Кеңес үкіметін құлату. Қазақстанда құрылған қандай әскери ошақтар болды? Кімнен бастаған? Ақ гвардияшылар бастаған. Кімдер? Дутов және Аниндров, сосын корпусы, тағы Антанта ұйымы, тағы Колчак әскері. Сонымен Қазақстанда қандай шептер құрылып еді? Жаңа көрсетіп кеттіңдер картада. Қандай шептер құрылды? Әскери шептер, ақ гвардияшылардың. Ерсін, сен көрсеттің ғой жаңа. Қай қалалар еді? Орынбор, Орал, Атырау, Жетісу аймағы, сосын солтүстік Қазақстан аймағы мен шығыс Қазақстан аймағында не болып өтті? Азамат соғысы болып өтті. Бірақ олардың барлығын кім азат етті? Қызыл әскер, кімнің әскері? Сөйтіп Қазақстанда не аяқталды? Өте тамаша. Енді рефлексия. Рефлексия бізде 333 құндылықты бар. Кім іш дүниені келтіріп өтеді? Мен осыны түсіндім, осымен аяқталды деген. Кім түсіндіріп өтеді? Тақырыпта бүгін не түсіндік? Жалпы соны қорытындылап өтейік.
Рефлексия деген сол, иә, өз ойымыз. Келесі уақыттың қалай өткенін қалайсыздар деген сияқты. Енді Алла қаласа келесі жылғы сабақтың қалай өткенін қалайсыздар. Соған түсінік беріп кетсін. Дұрыс? Мен азамат соғысы қалай басталып, қалай аяқталғанын түсіндім. Түсіндіңіз. Тағы кім айтамын дейді? Аха, тоқмай. Мен азамат соғысы кезінде Дутовтың 3 қаланы басып алғанын түсіндім. Өте жақсы. Әнуар? Қай қалаларда азаматтық соғыс болғанын қалаларда Радыжан? азамат соғысын толығырақ түсіндім. Толығырақ түсіндіңіз. Жақсы. Тағы кім түсінік беріп кетемін дейді? Есін, не түсіндіңіз? Азамат соғысының қай жылдары болған, қай жерлерде болған. Қай аймақта қамтылғанын түсіндіңіз. Және Азамат соғысындағы сыртқы және ішкі жауларды кім екенін. өте жақсы. Кім Саян? Азамат соғысының тарихқа әсерін Өте жақсы. Тарихи маңызын түсіндіңіз. Өте жақсы. Бексұңқар? азамат соғысында қандай оқиғалар болғанын білдім. Өте жақсы. Сіздер ислам айттыңыз ба? Айта қойыңыз ба? Қорытындыларыңыз?